Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен өте дәмді, тойымды, витаминге бай брокколи қосылған салатты жасайтын боламыз. Егер де менің парақшама тіркелмеген болсаңыз, астында тұрған подписаться кнопкасын басып, менің каналыма тіркеле кетіңіз. Ең алдымен брокколиларымызды осылай суға қайнатып алатын боламыз. 1-2 минут қайнатып, сосын барып осылай пышақтың көмегімен кесіп алдым. Сонда бізге кесуге өте ыңғайлы болады. Сіздерге де кеңес беремін. Солай бір қайнатып алғаннан соң осылай пышақтың көмегімен салатқа керекті жерлерін алатын боламын. Келесі бізге 4 дана жұмыртқа, укроп және де қызыл пиязымыз, 1-2 дана чесногымыз қажет болады. Барлығын алдын ала дайындап алып, өзіміздің кез келген бөліктерге бөліп турап аламыз. Менде осылай 4 бұрыш етіп, барлығын жегенге ыңғайлы етіп, майдалап турап алдым. Бұл салаттың барлығы бір-бірімен өте үйлесімді, өте дәмді болып шығады. Укроп пен осы брокколидің дәмі салатқа өзгеше дәм беріп тұрады. Сіздерге де кеңес беремін, міндетті түрде жасап көріңіз. Жұмыртқаларымызды турап болғаннан соң, осылай алдын ала жуып, тазалап кептірілген укроптарымызды майдалап бөліктерге бөліп, салатымызға қосатын боламыз. Өте керемет дәмін беріп тұрады. Барлығын видеода көрсетілгендей етіп, майдалап салаттың бөліктеріне бөліп, жегенге ыңғайлы етіп, майдалап барлығын турап алатын боламыз. Брокколиді де осылай видеода көрсетілгендей етіп, бөліктерге бөліп турап алдым. Сонымен қатар брокколидің пайдасы бұл қарапайым көкөністерге жатпайды, бұл нағыз дәруменді минералды қуат болып келеді. Брокколи біздің төзімділік жүйемізді жұмылдырады, қаназдықтың, індеттердің, бауыр ауруларының, ісіктердің алдын алады. Ол аз болғандай брокколиді қолдану қартаю үдерісінде бәсеңдетеді. Сол себепті біз күнделікті брокколиді тұтынып отыруымыз қажет. Келесі бізде салатымыздың одан сайын дәмін беретін қызыл пиязымыз. Қызыл пиязымыздың бір дананың жартысы да жетеді. Осы бір пиязымызды жақсылап майдалап бөліктерге бөліп аламыз, жегенге ыңғайлы етіп. Бұл салатпен бірге өте дәмі үйлеседі, әдемі болып шығады. Келесі бізде осылай 2 дана чесногымыз қажет болады. Чесноктарымызды да майдалап бөліктерге бөліп, салатымыздың дәмін одан сайын дәмді етіп тұрады. Сол себепті бұл салатқа міндетті түрде чеснокты қосуымыз қажет. Мен осылай барлығын бөліктерге турап дайындап алдым және де салатыма қостым. Бұл салатқа міндетті түрде греческий йогуртты қосу керек. Осылай греческий йогуртымызды қосып, салатымызды жақсылап тұзын, шым-шым тұзын да салып алып, жақсылап араластырып аламыз. Бұл салатты өте витаминдерге бай, сол себепті міндетті түрде осылай жасап көрдім. Отбасымдағыларға қатты ұнады бұл салат. Греческий йогуртымызды салғаннан кейін міндетті түрде осылай 1-2 қасық осындай зәйтүн майында қосып, жақсылап араластырамыз. Соңында мен осындай сырымды алдым. Қатты да емес, жұмсақтау болып келеді. Осындай сырларымызды 4 бұрыш етіп, кубиктау етіп, осылай кесіп алатын боламын. Барлығын осылай бөліктерге бөліп болғаннан соң салатымызға қосып, жақсылап біркелкі етіп, араластырып салатымызды ұсынамын. Міне біздің витаминге бай салатымыз дайын. Осылай брокколи салатын жасап көріңіздер. Бұл брокколи 40 қабатты тұқымдастардың 1 жылдық өсімдігі, қою жасыл түсті гүл шоғыры болып табылады. Бұл көкөністің атауы брокко деген итальян сөзінен шыққан, бута деген мағынаны білдіреді. Брокколидің құрамында жасұнық, калий, фосфор, кальций, магний, темір, мырыш, марганец,
күкірт дәрумендері көптеп кездеседі. Брокколидің құрамындағы С дәруменінің мөлшері лимон құрамындағы мөлшермен бірдей болып келеді. Бұл көкөністен әртүрлі тамақтар әзірленеді. Оны қуыруға, суға қайнатуға немесе шикілей түрде жеуге болады. Шикілей түрде көбінесе салаттарға қосылады. Достар, менің каналым пайдалы. Менің каналымнан көптеген рецепттерді көре аласыздар. Менің каналымның дамуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Және де астында тұрған подписация кнопкасын басып, менің каналыма тіркеле кетіңіздер. Сіздермен болған Балнұр Тұрманова. Ас болсын!